Биыл энергетика саласында ауыз толтырып айтар жетістік көп. Жылу электр орталықтарының біразы күрделі жөндеуден өтті. Елді мекендерді газбен қамтамасыз етуде қарқынды жүргізілуде. Түркістан облысының өзінде 600-ге жуық ауылға көгілдір отын кірді. Саладағы жыл ішінде жеткен жетістіктерді Сүндет Оралбек жіп кетісті. Өміріміз электр энергиясына тікелей байланған. Онсыз бір күн өткізудің өзі қиын. Жүріс-тұрысымыз бен жұмысымыз да қуат көзіне тәуелді. Сол себептен электр энергиясын тұтыну көлемі күн сайын артып барады. Тапшылықты болдырмас үшін бүгінде 222 станция үздіксіз жұмыс істеп тұр. Олар шығаратын қуат көлемі 20 гигаваттан асады. Еліміздің энергетика секторы экономиканың негізгі салаларының бірі. Өңірлерді тұрақты қуат көзімен қамтамасыз ету үшін үкімет маңызды қадамдар жасауда. Биыл жауапты министрлік жылу электр энергетикасын дамыту бюджеттік бағдарламасы аясында қазынадан 14 жобаны іске асыруға 58 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсады. Қазірдің өзінде Орал қаласының Ақжайық ауданында қосалқы станция пайдалануға берілді. Салаға құйылған қайтарымды инвестиция көлемі де артты. Жылдық лимит 32 миллиард теңгеден 428 миллиард теңгеге дейін ұлғайды. Бұл энергия өндіруші ұйымдарға жабдықтарын жаңартуға, реконструкциялауға мүмкіндік берді. Қазір оңтүстік өңірлерде қуат көзі тапшы екені жасырын емес, проблеманың алдын алу үшін Шу, Жамбыл, Шымкент бағыты бойынша ұзындығы 475 шақырым болатын 500 киловатт жоғары вольтты электр желісін салу қолға алынған. Мемлекет басшысы өз жолдауында энергия өндіретін жаңа нысандар салуға жағдай жасалу керегін айтқан еді. Қазір энергия өндіретін жаңа нысандар салу үшін берілетін несие шарттарын қолайлы деп айта алмаймыз. Сондықтан үкімет қаржы институттары арқылы ұзақ мерзімге арналған қолжетімді несие беру жолдарын ойластыруға тиіс. Энергетика және коммуналдық шаруашылық саласын жаңғырту жөніндегі ұлттық жобаны жыл соңына дейін бекіту керек. Коммуналдық ресурстарды үнемдеу мәдениетін қалыптастыру өте өзекті мәселе. Қазір әлемде энергия тапшылығы күшейіп барады. Елімізге сенімді және экологиялық таза қуат көздері аса қажет. Биыл жылу орталықтар үшін сәтті жыл болды, себебі станциялардың біразы жөндеуден өтті. Мысалы, Кентау қаласын жылумен қамтамасыз етіп отырған орталық 1956 жылдан бері реконструкцияланбаған. Тозуы 85%-дан асты. Ал биыл станцияның 6 қазандығында қайта құру жұмыс жүргізілді. Оның 4-еуінің құрылысы толық аяқталған. Бұдан бөлек Екібастұз бірінші Гресте қуаты 500 мегаватт жаңа генерацияланатын бірінші энергоблок желіге қосылды. Жыл соңына дейін Атырау жылу электр орталығында тағы 65 мегаватт. Сондай-ақ 2025 жылы Топар Гресте 130 мегаватт пайдалануға беріледі деп күтілуде. Өңірлерді көгілдір отынмен қамтамасыз етуде қарқынды жүруде. Қазірдің өзінде Астана маңындағы бірнеше елді мекен газға қосылды. Түркістан облысында да жұмыс баяулаған емес. Биыл 1 миллион 800 мыңнан астам тұрғыны бар 564 ауыл табиғи газбен қамтамасыз етілді. Әйелдер қатты қуанып жатыр ғой бұған. Көптен күткен еді бұны. Бір ауылдық округтың өзінде 12 мыңнан астам халық тұрады. Соның бейленді 17 елді мекен бар. Соның 10 елді мекенді қосып береміз деп отыр ғой бейленді. Ауылымыздың еңкейген баласынан қартайған қариясына дейін осы тірліктің басында қуанышымыз өте жаңағыдай шексіз. Осы жерде 250-ге жуық үй бар, 1000-ға тарта ел тұрады. Осылардың игілігіне ертең қызмет етеді деп жаңағыдай қуанып жатырмыз. Биыл 90,3 миллион тонна мұнай өндіру жоспарланған, бірақ қойылған межеге жетпеуіміз мүмкін. Себебі 11 айда 80,5 миллион тонна қара алтын шығарылған, ал оны өңдеу бойынша жоспар артығымен орындалды. 16,4 миллион тонна мұнай өңделген. Бұл көрсеткіш жыл соңында 17,9 миллион тоннаға жетеді деп күтілуде. Айта кетейік, саланы дамыту 2024-2040 жылдарға арналған тұжырымдаманы бекіту арқылы қолдау тапты. Бұл мұнай өңдеу секторының ел экономикасын ілгерілететін стратегиялық маңызы бар сала екенін айғақтайды. Сүндет Оралбек, Бағлан Жанғозин, Астана Таймс.